Ассалаумағалейкум, құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері, қандастар. Сіздермен мен Сыпабек Ернар Маратбекұлы, жас ағартушы және жеке қаржыны басқару бойынша маман, жалпы қаржылық сауаттылық ғылымын зерттеп жүрген маман деп өзімді таныстырсам болады. Бүгін, құрметті қандастар, видеоның соңына дейін көретін болсаңыздар, сіздер мына сұрақтардың жауабын табатын боласыздар. Ақшаны қалай көбейтуге болады? Ақшаны қалай жинауға болады? Ақшаны қалай тез табуға болады? Және ақша неге үнемі жетпейді? Немесе ақшаны қайда сақтауға болады? Неге бай адамдар одан сайын байи түседі, ал кедей адамдар одан сайын кедейлене түседі? Міне осы және тағы басқа да ақшаға байланысты күрделі сұрақтардың, сіздерді мазалайтын сұрақтардың жауаптарын бүгінгі видеода табатын боласыздар. Мен Сыпабек Ернар Маратбекұлы өзімді жас ағартушы ретінде таныстырып жүрмін. Және де осы қаржылық сауаттылық ғылымын 3-4 жыл бойы зерттедім және өзімнің өмірімде оны қолдану арқылы жақсы нәтижелерге көрсетіп жатырмын және жетіп жатырмын. Сол себепті бүгінгі видеода мен сіздермен өзімнің керемет бір біліміммен бөлісетін боламын. Ол тамаша бір формула және сол формуладағы білімді алып өмірлеріңізге қолданатын болсаңыздар, сөз жоқ, сіздердің өмірлеріңіз жақсаратын болады. Мен соған сенемін. Жалпы бүгінгі видеода мен сіздермен керемет бір формуламен бөлісетін боламын. Ол формуланың атауы ақша ағымының квадранты деген не? Яғни ақша ағымы квадранты формуласымен бөлісетін боламын. Дәл қазір мен сіздерге ақша ағымы квадрантын бірінші жазып көрсетейін. Одан соң оның не екендігін сіздерге толықтай түсіндіретін боламын. Жалпы ақша ағымының квадранты деген міне мынадай 4 квадранттан тұрады. Жалпы ақша ағымының квадранты дегеннің өзі не дейтін болсақ, бұл адамдардың ақшаны табатын 4 жолы. Яғни әлемдегі 7 миллиард халық осы 4 қана жолмен ақшаны табады. Көп адамдар айтуы мүмкін, Ернар, көптеген салалар бар ғой, қаяқтың 4 саласы, 4 бағыт, басқа да салалар бар деп айтуы мүмкін. Бірақ бұл салаға қатысты емес, бұл 4 жол. Яғни кез келген адам қандай салада жұмыс жасамасын, осы 4 жолдың біреуімен ақша табады. Және де осы жолмен ақша табатын адамдардың қаржыларының арасында үлкен айырмашылық болады. Қазір ол жөнінде мен сіздерге толықтай айтып түсіндіретін боламын. Негізінен ақша неге үнемі жетпейді? Біздің қазақта да былай тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді деген жалпы әзіл форматта болсын, сондай сөз бар ғой. Енді соның шешімін, соның жауабын мен сіздерге қазір беретін боламын. Неге ақша жетпейді? Және мына сұрақтардың жауабын видеоның соңына дейін қарайтын болсаңыздар алатын боласыздар. Сонымен ақша ағымының квадранты деген бұл әлемдегі адамдардың ақша табуының 4 жолы. Оның әрқайсының жолын қазір мен сіздерге жазып көрсетейін. Бірінші адамдардың ақша табуының жолы бұл Ж деген әріппен белгіленеді. Ж деген әріп нені білдіреді десеңіздер, Ж деген әріп бұл жалдамалы жұмысшы деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің мектеп системасы, универ системасы, одан соң мемлекеттік жұмыстар және компаниялардағы жұмыстар, осылардың барлығы да міне осы жалдамалы жұмысшылармен бірдей, былайша айтқанда, қарым-қатынас жасайды. Ол деген сөз біздің мектеп жүйесі мен университет жүйесі бүкіл оқушыларды дәл осы жалдамалы жұмысшы қылуға дайындап шығарады. Бірақ өкініштісі сол, жалдамалы жұмысшылар ақшаны өте аз табады және ақша үнемі жетіспейді, ол дәл осы жалдамалы жұмысшыларда. Осы видеоны көріп отырғандардың адамдардың арасында сіздер не оқушысыздар, немесе студентсіздер, немесе бір жерде жұмыс жасап жүрген адамсыздар. Енді бұл видеоны пенсиядағы ата-әжелеріміз көріп отыр деп мен ойламаймын. Әсіресе осы 3 былайша айтқанда пунктке жатасыздар. Енді сіздер мәселен оқушы болып жүрген болсаңыздар, дәл осы жалдамалы жұмысшы болуға дайындалып жатсыздар. Яғни сабақты жақсы оқы, жақсы бағалар ал, тұрақты жұмысқа орналас деген кеңестерді естіп жүрсіздер. Ал студент болсаңыздар, онда жақсылап сессияларыңды тапсыр, жақсы балл жина, дипломыңды ал, одан соң жақсы жұмысқа орналас дейді. Міне бұл дәл осы жалдамалы жұмысшыларға берілетін ақыл кеңес. Енді дәл осының астында осыған ұқсас екінші квадранттың өкілдері бар. Бұл Ö квадрантының өкілдері.
Жалдамалы жұмысшыларға жаңа айтып өткенімдей негізінен мұғалімдер, дәрігерлер, өрт сөндірушілер, полиция қызметкерлері, бұлар мемлекеттік қызметкерлер жатады. Сонымен қатар инженерлер, технологтар, тағы басқа да көптеген мамандық иелері, яғни айлыққа жұмыс істейтін, бір айдың соңында ақша алатын, басқа табыс кірмейтін адамдар міне дәл осы жалдамалы жұмысшыларға жатады. Ал енді деген нені білдіреді десеңіздер, бұл өзін өзі жұмыспен қамтушылар. Яғни кез келген стоматолог, өзінің клиникасы бар, адамды келсе емдейді. Немесе спорт жұлдыздары, яғни спортқа барады, бокс жасады, сол арқылы ақша табады. Мәселен, Геннадий Головкин, Қанат Ислам секілді ағаларымыз. Немесе футболшылар, кәсіпқой, барлығы да осы квадрантына, яғни өзін өзі жұмыспен қамтушыларға жатады. Немесе базардағы саудагерлер де осы квадрантына жатады. Яғни олар өздері жұмыс жасаулары қажет. Енді осы екі квадранттың бір-бірімен ұқсастығы және айырмашылығы неде десеңіздер, жалдамалы жұмысшылардың ойлау психологиясы, ол мен бір жерге тұрақты жұмысқа орналассам, яғни тұрақты жұмыс тапсам және оның айлығы жақсы болса, одан соң оған бонустар қосылып тұрса, сонымен қатар сол арқылы мен жақсы зейнетке шығып кетсем, яғни пенсияға шықсам деп, дәл осылай жалдамалы жұмысшылар ойлайды. Ал өзін-өзі жұмыспен қамтушылар, жалдамалы жұмысшылар секілді біреудің қол астына барып жұмыс жасауды немесе мемлекетке жұмыс жасауды ойламайды. Бұлар өзін-өзі жұмыспен қамтуға тырысады. Және бұлардың басты ерекшелігі, бұлар өзім жасамасам басқа ешкім жасай алмайды деген қағиданы ұстанып алады. Яғни жұмыстарын ешкімге тапсыра алмайды және өздері де біреудің қол астында жұмыс жасағанды ұнатпайды. Ал жалдамалы жұмысшылар, бұлар біреудің қол астында жұмыс жасауға үйренген, яғни бұлардың бастықтары болады, олар айлыққа жұмыс жасайды. Міне осы екі квадранттың өкілдері, мұқият назар аударыңыздар, дүние жүзіндегі халықтың 100% халық болатын болса, соның 95%-ын осы екі квадранттың өкілдері құрайды. Енді осы жерде мен сіздерге қазір статистиканы келтіріп кетейін. 95% халық дүние жүзіндегі ақшаның дәл осы екі квадранттың өкілдері, міне 95% халық дегеніміз осы жалдамалы жұмысшылар және өзін-өзі жұмыспен қамтушылар. Осылар 95% халық, бұлар дүние жүзіндегі ақшаның небәрі 5%-ын ғана табады. 95% халық 5% ақша табады десек болады. Енді қараңыздар, 95% халық, мәселен 7 миллиард халық болатын болса, соның 6,5 миллиарды дүние жүзіндегі байлықтың, жалпы ақшаның небәрі 5%-ын ғана алады. Осы жерде неге ақша үнемі жетпейді? Былай тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді дегенге жауап автоматты түрде табылады. Өйткені 95% халық, яғни масса, өте көп халық, аз ғана ақшаға таласқан кезде, аз ғана ақша үшін жұмыс жасаған кезде күні түні, онда әлбетте ақша жетіспеушілік туындайды. Ал енді екінші квадранттың жағындағы адамдар, олар халықтың 5%-ын құрайды да, ақшаның 95%-ын табады. Яғни олар кімдер десеңіздер, міне дәл қазір мен сіздерге жазып көрсетейін. Олар Б квадрантының және И квадрантының өкілдері, яғни мына жерде 5% халық, 5% халық, олар 95% ақшаны тауып жатыр. 95% ақша. Енді Б квадранты және И квадранты деген екі квадранттың өкілдерін сіздер осыған дейін менің қаржылық сауаттылық ғылымының сабақтарын көріп жүрсеңіздер, өздеріңіз түсініп отырсыздар деген ойдамын. Б квадранты деген бұл бизнесмендер және И квадранты деген бұл инвесторлар. Яғни бизнесмендер мен инвесторлар 5% халық және 95% ақшаны осы екі квадранттың өкілдері тауып отыр. Бұны мен алғаш рет көрген кезде менің басымда үлкен жарылыс болған болатын. Осы білімді алғаш рет алған кезде. Кейіннен кейін мен бұны әділетсіз деп қарай бастадым. Яғни 5% ғана халық, небәрі 5% адамдардың тобы, 95% ақшаны иеленіп отқаны бұл әділетсіздік қой деген менде ой туындады. Ал 95% халықтың небәрі 5% ақша үшін
күндіз түні еңбектеніп, маңдай терін төгіп, азаннан кешке шейін, қара кешке шейін жұмыс істеп тауып жүргендерін мен әділетсіз ретінде санадым. Бірақ кейіннен кейін ойлап қарасам, негізінде көп жағдайда бұл екі квадранттың өкілдері өз еңбектерімен, яғни жеткен екен. Әлбетте арасында заңсыз түрде жемқорлықпен немесе тағы басқа таныс тамырлар арқылы көкесінің, ағаларының көмегімен байыған бизнесмендер бар және инвесторлар да бар. Бірақ барлығы олай деп топырақ шашуға, көкке топырақ шашуға болмайды. Яғни өз күшімен бизнесмен болып жақсы табысқа жеткендер бар, өз күшімен инвестор болып жақсы табыс тауып жатқандар бар. Біз солай қабылдауымыз керек және осы квадрантқа қарай өтуге ұмтылуымыз керек. Яғни осы видеоны көріп отырған сіздер Ж квадрантында немесе Ö квадрантында екендеріңіз маған белгілі. Араларыңызда Б және И квадрантының өкілдері де болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда қаржылық сауаттылық ғылымы кімге керек десеңіздер, ол осы Ж квадранты мен Ö квадрантының өкілдеріне керек, яғни жалдамалы жұмысшыларға немесе өзін-өз жұмыспен қамтып жатқан адамдарға. Енді сіздер осы Б және И квадрантына өтулеріңіз өте маңызды. Және оған өту үшін дәл менің өтіп жатқан қаржылық сауаттылық ғылымының сабақтарын көрулеріңіз керек. Міне, ақша неге жетпейді деген кездегі сұраққа жауап бердік. Ендеше мына сұрақтарға жауап беріп өтейік. Ақшаны қалай көбейтуге болады? Дәл осыны YouTube'да көптеген қандастарымыз іздейді екен. Ақшаны қалай көбейтуге болады деген кезде, ақшаны көбейтудің небәрі екі-ақ жолы бар. Ол дәл осы екі жол. Немесе бизнес бастап, бизнеспен айналысасыз, сонда сіздің ақшаңыз көбейеді, немесе сіз инвестиция ретінде біреудің бизнесіне саласыз. Енді осы жерде мынадай бір тенденция десек болады, туындайды. Бизнесмен ретінде сіз өз кәсібіңізге ақша саласыз, инвестор ретінде сіз біреудің кәсібіне ақша саласыз. Бұл екеуі бір-бірімен өте тығыз байланыста. Міне, екеуі бір-бірімен өте тығыз байланыста. Мына екеуі тең десек болады. Неге тең? Өйткені сіз инвестор болатын болсаңыз, бизнеске ақша саласыз, ал бизнесмен болсаңыз, инвесторлардың ақшасымен жұмыс жасайсыз. Яғни сіз ақшаны қалай көбейтуге болады деген кезде, мәселен қолыңызда 100 мың теңгеңіз болса, сол 100 мың теңгеге сіз бизнес бастап, бір тауар алып келесіз, Қытайдан, немесе Шымкент қаласында болсаңыз, Алматыдан алып келесіз, Алматыға барып барахолкадан, Яляннан, тағы басқа сауда орталықтарынан арзан оптым бағада аласыз да, сөйтіп бизнес бастайсыз. Сіз ол кезде инвестор ретінде өз бизнесіңізге өзіңіз ақша салып жатырсыз. Міне сол кезде енді соны ары қарай жүргізсеңіз, яғни ақшаны табу үшін сіз сатуды меңгеруіңіз керек. Оны мен алдыңғы сабақтардың бірінде өттім. Яғни сатуды меңгерген кезіңізде сіз ақшаңызды автоматты түрде көбейте аласыз. Яғни ақшаны қалай көбейтуге болады деген сұрақтың жауабы, не өзіңіздің бизнесіңізді бастап өз бизнесіңізге ақша саласыз, немесе инвестор болып басқа адамның, достарыңыздың, таныстарыңыздың кәсібіне ақшаны саласыз да, договор жасап, өзіңіздің үлесіңізді алып отырасыз. Яғни бұл бірінші сұрақтың жауабы кетті. Енді ақшаны қалай жинауға болады дегенге келетін болсақ, бұл сұрақтың жауабын өкінішке орай мен бергім келмейді. Неге десеңіздер, ақшаны қалай жинауға болады деген өзі дұрыс сұрақ емес. Өйткені ақшаны жинап қажеті жоқ. Яғни ақшаны сіз егер жинайтын болсаңыз, сіздің ақшаңыз көбеймейді, керісінше инфляция болып, ақшаңыз құнсызданып кетеді. Яғни қағаз ақшаны жинап мүлде керек жоқ. Сіздер оны бизнеске инвестиция жасауларыңыз керек, немесе инвестор ретінде басқа біреудің бизнесіне салуларыңыз керек. Енді бизнестің, яғни инвестицияның осы екеуіне келетін кезде бұлардың әр түрлі түрлері болады. Бизнестің өзінің түрлері бар, инвестицияның өзінің түрлері бар. Бизнесмен болу үшін немесе инвестор болу үшін сіздер актив және пассив дегеннің айырмашылығын түсінулеріңіз өте маңызды, құрметті менің қандастарым, көрермендерім және білім ізденуші жандар. Енді үшінші, ақшаны қалай тез табуға болады дегеннің жауабы да тағы да осы Б квадрантына келіп тіреледі. Кез келген адам, кез келген миллиардер, кез келген бай адам дәл осы жолмен байыған, немесе мына жолмен байыған. Бұдан басқа, екеуінен басқа жол мүлде жоқ. Бүгінгі таңда мен билікті мақтағаным емес,
біздің үкімет бизнесті дамыту үшін керемет жағдайлар жасап жатыр. Альхамдулилля деп айтуымыз керек. Өйткені егер бизнес дамымайтын болса елімізде, онда жалдамалы жұмысшыларды жұмыспен қамтитын адамдар болмайды. Жалдамалы жұмысшылар дәл мына адамдар, міне мыналарға келіп жұмыс жасайды. Яғни жалдамалы жұмысшыларды жұмыспен қамтитын бизнесмендер. Бизнесмендерге ақша салатын инвесторлар. Ал Ö квадрантының өкілдері көп жағдайда өздеріне өздері ақша салады, өздері жұмыс жасайды. Енді бизнесмендердің ойлау жүйесінің айырмашылығын айтып кететін болсақ, бизнесмендер көп жағдайда жалдамалы жұмысшылар секілді біреудің қол астында жұмыс жасағысы келіп жұмыс істемейді. Бұлар өздері жұмыс орындарын құрады, және сол құрған жұмыс орындарында Ö квадрантының өкілдері секілді олар өздері жасамайды, олар жүйе құрады. Бизнесмендердің ең басты олардың ойлау жүйесіндегі артықшылығы, басымдылығы, бұлар былайша айтқанда жүйе құра алады. Яғни жүйені құрады да сол жүйеге мына жерден жұмысшыларды тартып өздерінің кәсіптерін жүйелейді. Ал инвесторлар осындай жүйе құрушы бизнесмендерге ақшаны салады. Енді мысалы осы жерде мен мысалға келтіретін болсам, барлығыңыз білетін шығарсыздар. Әлемде бизнесмен ретінде байығандар, олар Джефф Безос, Amazon компаниясының негізін қалаушы, сонымен қатар Билл Гейтс, Microsoft компаниясының негізін қалаушы, Джек Ма, Alibaba Group компаниясының негізін қалаушы. Ал инвесторлардың ішінде ол Уоррен Баффет, біздің Қазақстанда Марғұлан Сейсенбай ағаларымыз дәл осы инвесторға жатады. Яғни бұлар мына бизнесмендерге ақша салады, бизнесмендер жүйе жасайды да, сол жүйеге мына жалдамалы жұмысшыларды әкеліп жұмыс істетеді. Осылайша жұмысшыларды айлық алып отырады тұрақты өздерінің, бизнесмендер де ақша тауып, ол ақшасын салық ретінде мемлекетке төлейді, ал мемлекет өздерінің ақшасын сол салықты алып, қайттан халықтың жағдайын жасау үшін жолдарды салады, мектептер салады, ауруханалар салады. Міне мемлекеттің жүйесі осылай жұмыс жасайды. Біздің Қазақстан даму үшін, Қазақстан мемлекеті мәңгілік елге айналу үшін, экономикасы да, әскери жағы да барлық жағынан дамып, өте әлемдегі қуатты державалардың біріне айналу үшін дәл осы бизнес бізде дамуы керек. Бизнес дамыған кезде ғана бізде жұмысшы адамдар жұмыспен қамтылады да, былайша айтқанда жұмыссыздардың саны азаяды. Жұмыссыздардың саны азайғаннан кейін мына бизнестер жүреді, және сол бизнес дамыған кезде ол табыс табады ғой. Табысын салық ретінде мемлекетке төлейді, ал мемлекет сол салықты алып қайтадан халықтың жағдайын жасайды. Міне Америка құрама штаттарының, Қытайдың қатты дамып кеткені экономикасының дәл осы бизнестің дамуының арқасында. Бизнес дамыған кезде ғана мемлекет дамиды. Ал бизнес дамымаса және инвестиция салу дамымаса, онда мемлекет те тиісінше дамымайды. Ал бизнес дамымаса, бұл өте қауіпті үрдіске алып келеді. Ол жұмыссыздар көбейетін болса, мемлекетте төңкеріс орын алуы мүмкін. Өйткені жұмыссыздар ақшасыз қалады, олардың бала шағалары былайша айтқанда тамақсыз қалады деп айтуға болады. Сол себепті осы видеоны көріп отырған қандастар, барлықтарыңызды бизнес жасауға шақырамын. Мен кеше ғана, альхамдулилля, мына маркерный тақтаны алдым. Енді алдағы уақытта осы маркерный тақтаны қолдана отырып, сіздерге керемет білімдерді бөлісе беретін боламын. Сіздерге тек қана бір ғана өтінішім бар. Видеоның астына лайк басып, менің еңбегімді елеп, сонымен қатар астына өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, пікір алаңына пікір жазып, қолдауларыңызды білдіріп, және де YouTube арнама тіркеле кетіңіздер. Сонымен қатар жалдамалы жұмысшы болып, ақшалары жетпей жүрген жақындарыңыз, қандастарыңыз, өздеріңіздің туыстарыңыз бар екені маған белгілі. Сол адамдарға осы видеоны жіберіңіздер. Кредит алатын адамдар дәл осы жалдамалы жұмысшылар. Яғни оларға ақша жетпейді, одан соң олар кредит алады. Ал ақша жету үшін дәл осы бизнеспен айналысу керек, немесе инвестор болу керек. Сонымен бүгінгі видео сабақты аяқтаймын. Сіздердің ойларыңызда үлкен жарылыс жасады деген үмітім бар. Бұл формуланың атауы ақша ағымының квадранты. Яғни адамдардың барлығы осы 4 жолмен ақша табады, және де сіздердің мақсаттарыңыз
Ж квадрантында болсаңыздар, Б квадрантына ауысу, Ö квадрантында болсаңыздар да Б квадрантына ауысу, одан соң Б квадрантынан И квадрантына ауысып, түбінде мықты инвестор болу. Және байыған кезде, ақша тапқан кезде өздеріңіздің қаржыларыңызды Аллах тағаланың жолында садақа беріп, мұқтаж жандарға көмектесіп, ислам дінінің былайша айтқанда дамуына, ислам дінінің қанат жаюына себепкер болыңыздар деп сіздерді шақырғым келеді. Әлбетте сіздер бизнесті бастаған кезден бастап, ақша енді таба бастаған кезден бастап, садақа, зекет беріп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Өйткені аз кезде садақа бермеген адам, өкінішке орай, ақшасы көбейген кезде сараңдық танытып жатуы әбден мүмкін. Сондықтан менің миссиям білім ал және біліп ал, біліміңмен бөліс, биіктерді бірге бағындыр. Биіктерді бірге бағындыру үшін мен сіздермен білімді бөлісіп жатырмын. Сіздер де білімді осыны таратып бөлісе отырыңыздар. Және де барлығымыз бизнеспен айналысып, Қазақстанды дамытайық, көп ақша табайық, және сол табысымыздан Аллах тағаланың жолында жұмсайық. Мемлекетіміз даму үшін басқа кәсіптерге инвестиция жасайық. Осылай мықты, қуатты мемлекетті қалыптастырайық. Осымен бүгінгі видео сабақ аяқталды. Келесі видео сабақта кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бірге болған жас ағартушы мен Спабек Ернар Маратбекұлы.